Сәлеметсіңдер ме, ізденімпаз балапандар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 88-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептер, қозғалыс графиктері жайлы болады. Бірінші есеп: әріп жауаптарды көрсетілген ретпен қойып сөзді оқы дейді. Яғни бізде көрсетілген есептерді біз шығарып, астында көрсетілген мәндермен теңестіргенде, сол мәндердің астындағы әріптерді қойған кезде бізде әріп сөз шығады, ретпен қойған кезде. Яғни бізде жауабы көшкін деген сөз шығып тұр, ретімен қойған жағдайда. Ал бұл есептердің жауабы астында көрсетілген осы мәндерді пайдалана отырып сәйкестендіресіңдер, және де осы суреттегідей кескінге астарын әріптермен туралап жазған кезде көшкін сөзінің мәнін аласыңдар. Екінші есеп: екі дененің қозғалыс сызбаларына қара, олар нені білдіретін және формулаларды түсіндір. Бізде бірінші суретте бір бағытқа қозғалған екі жылдамдық иегері, яғни бізде формула осы екеуінің қуып жету жылдамдығын береді. Яғни сағат сайын болмаса минут сайын неше километрге, яғни V1 дененің V2-ге жету арақашықтығын жылдамдығын береді. Екінші формулада бізде V1, V2 екі жақтан шығып ортаға бағытталған. Бізде жалпы жылдамдықты табу үшін V1 мен V2-ні қосуымыз керек. Яғни бұл жалпы ауданды, жалпы жолды есептеуге арналған формула. Ал үшінші жағдайда қарама-қарсы бағытталған екі жылдамдық иесі. Бұл жерде де жалпы жылдамдықты табу үшін екі жылдамдық иесін қосу керек. Үшінші есеп: есепті шығар. Мотоциклшілердің арақашықтығы 50 км, біріншісі 40 км сағатына, ал екіншісі 50 км сағатына жылдамдықпен қозғалды. Қанша уақыттан кейін екіншісі біріншісін қуып жетеді? Бізде бір бағытта қозғалған екі мотоциклші көрініп тұр. Екіншісінің қанша уақытта қуып жететінін анықтау үшін алдымен әр сағат сайын екіншісі неше километрге жақындайтынын тауып алуымыз керек. Ол үшін V2-ден V1-ді азайтамыз, яғни біріншінің жылдамдығынан екіншінің жылдамдығын алып тастаймыз. Сонда 50 км-ден 40 км сағат алып тастағанда 10 км сағат, яғни әр сағат сайын 10 км-ге жақындап отырады екен. Енді уақытты табу үшін жалпы жолды жылдамдыққа бөлеміз 10 км сағатқа. Сонда 50-ді 10 км сағатқа бөлгенде 2 километрлар қысқарып кетеді да 5 сағатта екінші мотоциклшіні қуып жетеді екен. Төртінші есеп: есепті теңдеу құрып шығар. Автокөлік пен автобустың арақашықтығы 60 км, автокөлік 70 км сағат жылдамдықпен, ал автобус 50 км сағат жылдамдықпен жүрді. Егер олар дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, автокөлік автобусты қанша сағаттан кейін қуып жетеді? Бұл жерде де графикте бізде бір бағытта қозғалған екі дене берілген, екеуінің жылдамдығы көрсетілген, уақыт көрсетілген, сағат белгісіз. Бұны біз теңдеуде x деп аламыз сағатты. Сонда бізде 70 алынған 50 жақша ішінде көбейтілген x-тен 60 деген теңдеу шығады. Жақшаны ашамыз. 20 көбейтілген x-тен 60. x-ті қалдырып 20-ны екінші бетке өткізгенде көбейту амалы бөлу амалына ауысады. 60 бөлінген 20 x-тен 3-ке тең болады. Яғни 3 сағатта қуып жетеді екен. Енді мәнін орнына қойған жағдайда 70 алынған 50 көбейтілген 3-тен 60, яғни 20 шығады. 20-ны 3-ке көбейткенде 60 болады. Бесінші есеп тапсырманы орында. Арманның көк сызық және Әлияның қызыл сызық қозғалыс графигіне қара дейді. Арманның жолдың бастапқы 2 минутындағы жылдамдығын анықта. Келесі 3 минутта ол не істеді? Әлия қозғалысты қанша уақыт кеш бастады? Әлия жолдың алғашқы 2 минутындағы жылдамдығын анықта. Қозғалыс сызығы неге 7 мен 12 минут аралығында уақыт осымен параллель жүреді? График бойынша тағы да сұрақтар ойластыр. Бұл жерде бізде 300 метр, яғни жол берілген, 2 минут, яғни уақыт берілген, 2 минуттағы
шешімі болады. Жылдамдығын табу үшін s-ті т-ға бөлеміз, уақытқа бөлеміз. Сонда 300 бөлінген 2 150 метр минутына жылдамдықпен жүреді екен. Алғашқы 2 минуттағы жылдамдығы. Ал келесі 3 минутта Арман тоқтап тұрды. Сондықтан бізде сызық тігінен тұр. Екеуі де сол уақытта тоқтаған екен, Ал қызыл сызық кеш басталған себебі Әлия 5 минуттан кейін қозғалысты кеш бастады. Яғни 4 пен 6-ның ортасында 5 тұр, 5-ші минутта ол қозғалысты бастаған. Енді Әлияның жылдамдығы жүрген жолы 500 метрге тең, ал уақыты 2 минут. Оның жылдамдығын табу үшін біз Бұны табу үшін 500-ді 2-ге бөлеміз, яғни жолды уақытқа бөлеміз. Сонда 250 метр минутына болады. 7 мен 12 минут аралығында қозғалыс болған жоқ. Сондықтан уақыт өсі параллель болады. Әлия толық жүрген жолға қанша уақыт жұмсағаны, яғни 7 минут уақыт жұмсаған екен. 7 минутты біз қайдан аламыз? Ол себебі 5-ші минуттан 7-ші минутқа дейін жүрді 2 минут, одан кейін 12-ші минуттан 17-ші минутқа дейін қозғалыс жасады. Ал басқа уақыттарда тоқтап тұрды. Осылардың барлығын қосқанда жалпы 7 минут жүрген екен. 6-шы жаттығу есепті шығар. Жылыжайға 900 гүл отырғызылды. Оның 630-ы жұлдыз гүл, ал қалғандары қызғалдақ. Жұлдыз гүл әр жиекке 35 данадан, ал қызғалдақ 30 данадан отырғызылды. Барлығы неше жиек болды дейді. Барлығы 900 гүл болса, жұлдыз гүл 630 болса, қызғалдақ қанша, Ал жұлдыз гүлдің жиегі 35 дана болса, қызғалдақтікі 30 дана. Жиекті табу керек, Біріншіден 900-ден 630-ды алып тастау арқылы біз қалған қызғалдақ 270 қызғалдақ қалғанын білеміз. Ал жиектерді анықтау үшін жұлдыз гүлдің жиегіне бөлеміз, яғни 630-ды 35-ке бөлеміз. Оған қосамыз 270 қызғалдақтыңды, яғни қызғалдақтың жиегіне бөлеміз 30 данаға. Сонда тең болады 18 қосылған 9, барлығы 27 жиек болған екен. 7-ші есепті шығар. Хауыздың 2 құбыры ашық тұр. Біреуінен су 50 метр квадрат сағатына жылдамдықпен құйылады, ал екіншісінен 40 метр куб сағат жылдамдықпен сыртқа ағады. 2 құбырды да ашқан кезде хауыздың іші бос болды. Қанша уақыттан кейін хауызда 270 метр куб су болады дейді. Бізде бірінші, екінші жылдамдық берілген, жол берілген. Бізге уақытты табу керек. Шешімі болады. Бірінші жалпы жылдамдықта тауып аламыз. Сол үшін V1-ден V2-ні алып тастаймыз. Сонда бізде 10 метр куб сағатына болады. Уақытты табу үшін жалпы жолды жылдамдыққа бөлеміз. Сонда 270-ті 10-ға бөлгенде бізде 27 сағаттың ішінде, яғни хауызда 270 метр куб су болады екен. 8-ші есеп. Ойлан және жауап бер. Емен мен теректе 26 құс қонып тұр. Теректен 6 құс ұшып кетті, ал еменнен 4 құс терекке келіп қонды. Осыдан кейін 2 ағаштың құстарының саны бірдей болды. Бастапқыда ағаштардың әрқайсысында қанша құстан қонып отырды дейді. Бұл жерде біз теңдеу аламыз. Яғни бізде 26 құс болып, одан 6 құс ұшып кетті. Жалпы 20 құс қалды, Ал бізде 2 ағаш болғандықтан оны 2-ге бөлеміз, 10 шығады. Осыны пайдалана отырып теңдеу құрамыз. Яғни x алынған 6, бір ағаштан ұшты себеп ол құстар. Осыған қосамыз 4-ті, сонда 10 болды. Егерде жақшаны ашамыз, x минус 6, 4-ті теңдіктің екінші бетіне өткіземіз, плюс минусқа айналады. X минус 6 тен 6 болады. X-тен 6 қосылған 6, X-тің мәні 12 құс теректе. Ал осы 12-ні жалпы 26-дан алып тастағанда бізде 14 құс еменде отырған болады екен. 9-шы есеп бізде тапсырманы орында. Қар басқан тегіс дала мен Сарғанауды бір уақытта бір бағытта бастаған 2 шаңғышының ара қашықтығы 700 метр. Артында келе жатқан шаңғышының жылдамдығы 200 метр минутына. Ол 150 метр минутына жылдамдықпен алдында келе жатқан шаңғышыны қанша уақыттан кейін қуып жетеді.
Бізде екеуі де бір бағытта қозғалған екі дене берілген, екеуінің жылдамдығы көрсетілген. Біз алдымен жалпы ара қашықтығы, яғни қанша минут сайын олар қанша метрге жақындап отыруын табу үшін 200-ден 150-ді азайтамыз. Сонда әр минут сайын 50 метрге арттағы шаңғышы жақындап отырады екен. Енді жалпы жолды осы жылдамдыққа бөлу арқылы, яғни 700-ді 50-ге бөлеміз. Сонда екінші шаңғышы бірінші шаңғышыны 14 минут уақыттың ішінде қуып жетеді екен. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар балалар. Оқуда бестік алуларыңа тілектеспін.